Сәлем достар, бүгін біз жұмысын бірге орындаймыз. Так, бірінші біз ана тілден бастаймыз. Анашым, ана тілден қандай тапсырмасы? Достар, бірге осы сөздің байланысын жазыңдар деді. Осыны табамыз. Бірінші біз бірінші басталатын сөзбен соңғы бітетін сөзге ұқастырамыз. Енді біз мында былай жазамыз. Кім қайда келді? Жазамыз. Ал бізге есеп берілді, иә? Есепте бізге мынау бірінші сыныптың 100-ші сабағы, иә? Сурет және қысқаша жазылу бойынша есептер құрастырамыз. Ал қауыздар айта ғой, сізге жұмыс шығарғандай ма? Иә. Не үшін керек есеп шығару? Ол сабақты дұрыс түсініп, Айталау үшін керек, иә? Иә. Күнде осылай болып тұрайын. Қанша қыз бала бар? Айта ғой, қанша қыз бала бар? 5, Маған қара. Қанша ұл бала бар? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді сызбаны қара. Сызбаны сыз бірінші. Балалар салмайсың ғой сызбада. Мына жақта қыз ұлдан қаншаға кем дейді? Қыз. Қыз. Сызықша қанша ұл? Сызықша 5. Так, астына сыз. Ұл. Сызықша қанша ұл? Ол сызықша 7. Бізге не табу керек екен? Кем. Яғни кім кімнен кем болып тұр бұл жерде? Өзің қарашы. Ұлдар кем болып тұр. Қате. Ой, Қыз қыздар. көп па, ұл көп па? Қарама камераға, мен саған сұрақ қойып жатырмын. Есеп шығаратын бүйтіп болса бұл түсірмейміз. Қыз бала мен ұл бала, қара. Қыз бала аз, ұл бала көп. Сондықтан біз қыздар ұлдан қаншаға кем деп тұр. Қалай шығарамыз есепті? 7 азайту 5. Дұрыс, көптен аз азайтамыз, азайта ғой. 7 азайту 5. Бір клеткаға бір санды жазамыз. Тең 2. Дұрыс, сонда жауабы қыз ұлдан 2 адамға кем, иә? Енді қанша артық дейді, келесі есеп. Ол сызықша қанша ұл? Сызықша Қанша ұл бар бізде? 7. Тез жауап беру керек. Ойланудың керегі жоқ, ондай оңай сұрақ. Қыз. Қанша жазуыңда әдемі жаз. Ондағы не үлкен қып. Неге сондай үлкен қып жазсың балам? Сызықша 5. Кімнен кім артық деген не істейміз тағы да? Азайтамыз. Дұрыс, жаза ғой. Бірақ сұраққа жауап бергенде ұлдар қыздар екеуге артық деп жазасың, дұрыс па? Айтасың. 7 азайту. 7 азайту 5. Кем болады 2. Дұрыс. Келесі, үшінші сызба бізде не істеу дейді? Үшінші сызба бізде Не істеу керек дейді үшінші сызба бойынша біз? керек есептерді құрастыру. Ау. Достар, біз есебімізді шығарып болдық. Міне мұнда қыз бен ұлдар, міне біздің сұлбамыз, мұнда қыз 5, ұл 7. Біз көп тұрған шығармыз, қыздардан ұл көп екенін. Міне менің есебім шығарған. Қыз сызықша 5, ұл сызықша 7, 7 азайту 5-тен 2. Яғни ұл қыздан екеуге көп екен. Қыз сызықша 5, 7 азайту 5-тен 2. Қыз ұлдан екеуге аз екенін білдік. Бізде сұлба бойынша ұл қыздан көп болып шықты. 7 қосу 5-тен 12. Барлығы 12 бала. Енді керек есеп шығарамыз. Қыз сызықша 5, ұл сызықша неше? Енді біз есеп қойындастырамыз. 12 азайту 5 тен 7, 12 азайту 7 тен 5. Неге жетті? Өткені біз барлық балалардан бірінші біз қызды азайттық. Содан кейін бары ұлды азайттық. Содан кейін біздің есебіміз дайын болады. Осылай үйде есеп шығарыңыздар, сау болыңыздар. Мені көргенде лайк басып, комментарий жазып беріңіздер. Достар, активтеріңізді жинап қойыңыздар. Я осындай тапсырма берді. Мұнда оқайық деп жазыпты. Шығарманы кітаптың атауы. Автор кім? Басты кейіпкер авторлар кім? Шығарманың кітаптың тақырыбы мен негізі ойы қандай? Сізге қай эпизод ұнады? Мағынасы білмейтін сөздер жазыңыз. Түсіндірме сөздіктегі мағынасын табыңыз. Бұл шығарма кітап не үйренді? Сізге өтіп ұнаған шығарманың сюжетін салыңыз. Biz mектептен тапсырмамыз мынандай болды.
Осылай сурет салу сіздерге түсінікті шығар, иә? Мен қызыл телпек таңдадым. Маған қызыл телпек ертегі ұнайды. Сондықтан мен қызыл телпектің суретін салдым. Маған ұнады, достар. Давайте. Всем пока. Я люблю свет. Қазір біз қонаққа барамыз. Кешке соңғы мен сіздерге түсіремін. Ал біз кеттік.